Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте жеңіл әрі тез дайындалатын бір тағам әзірлейміз. Ол үшін сізге тауық еті керек. Мен тауықтың төс етін қолдандым. Сіздер окорочкасын, саң етін қолдансаңыздар болады. Енді бұл еттерімізді маринадтап аламыз. Ол үшін 1,5 ас қасықпен майонез, 1 шай қасық тұз, 1 шай қасық қызыл бұрыш және 1 шай қасық қара бұрышын қосамыз. Артынан 3 түс сарымсақты теркадан өткізіп саламыз да, шай қасықтың 1/4 бөлігіне тең аджика қосамыз. Енді барлығын жақсылап араластырып, жарты сағаттай маринадталғанын күтеміз. Енді қырыққабаттарымызды алып, осындай бөліктерге бөлеміз. Менің қырыққабатым тым ірі болып кетті. Сіздер орташа немесе кішірек қырыққабат қолдансаңыздар болады. Енді қырыққабатымыздың әлгі бөліктерін осындай ыдысты майлап тіземіз. Мен қолданған қырыққабат тым ірі, сондықтан осы бөлікті 2-ге бөлдім. Енді бұл қырыққабаттарымыздың үстіне тұзын қосамыз. Одан әрі қызыл бұрышын себеміз. Одан соң қара бұрышын себеміз және сұйық маймен жақсылап үстін майлаймыз. Енді бағана маринадтаған тауықтарымызды осылай қырыққабаттардың үстіне тізіп шығамыз. Енді алдын ала ысытылған 180 градус пешімізде шамамен 40 минуттай пісіріп аламыз. Мінекей тағамыз дайын болды. Сіздерге ас болсын. Достар, менің видеоларыма лайк басып, каналыма тіркеліп және қоңырауша белгісін басуларыңызды сұраймын. Көріскенше.